Аудан әкімі Жандильдин Құрманғазы Шоқбұтұлының аудандық білім бөлімінің басшысы Данияров Ғадуали Зейноллаұлының бастамасымен бір кездері жабылып қалған музыка мектебі 2001 жылы Жангелдин ауданының Болат Хамзин атындағы өнер мектебі мемлекеттік мекемесі болып ашылды. Алғаш мектепте домбыра, баян, хореография бөлімдері бойынша жұмыс жасалып, мектепке 54 оқушы қабылданды. Алғашқы мектеп түлектері қазіргі таңда Корея мемлекетінде, Алматы, Астана қалаларындағы жоғарғы музыкалық білім ордаларында білімдерін жалғастыруда. 2005-2006 оқу жылында мектеп жаңа ғимаратқа көшіріліп, жаңашыл үлгідегі жиһаздармен жабдықталып, музыкалық аспаптармен толықтырылды. Қазіргі таңда мектебімізде 230 оқушы білім алуда. Болашақ мамандық таңдауда қосымша білімнің алар үлесі өте зор. Себебі мектебімізді ойдағыдай аяқтаған әр оқушыға арнайы куәлік табысталады. Мектеп құрылғаннан бері тынымсыз еңбек етіп, мың бұралған биші түлектерімізді қанаттандырып, ауданымыздың мәдениет саласына айтулы үлесін қосып келе жатқан хореография бөлімі. Мектебіміздің ең үлкен кабинеті саналатын бұл залда 6 жастан 16 жасқа дейінгі қара көз қыздарымыз керек концерттеріне дайындалып, бос уақыттарын мына айнаның алдында жаттығумен өткізеді. Қосымша білім беру мекемесінің талабына сәйкес оқушылар бұл бөлімде 7 жыл білім алуы тиіс. Қиындығы мен қызығы қатар жүретін бұл өнер түріне шыдамы жетпей, бел ортасынан тастап кететіндер де бар дейді бөлім мұғалімі Жанат Әлімбаева. Дегенмен қайтпас қайсарлық пен төзімнің арқасында биік белестерді бағындырып жүрген шәкірттер де аз емес. 2015 жылы Астана қаласында өткен 15-ші республикалық Рауан фестиваль байқауының би номинациясы бойынша Қалекен Гүлфайруз Сапарова Аймекен жүлделі бірінші орынды олжалап қайтқан болатын. Ал 2016 жылы бас қаламызда ұйымдастырылған Ақкөгершін 10-шы мерейтойлық халықаралық балалар шығармашылығы фестиваль байқауында Ақтас Томирис Сапарова Аймекен жайлауда биін нақышына келтіріп орындады. Екінші орын иегерлері атанып, ауданымыздың мерейін тағы бір көтеріп тастады. Би бөліміне қатысуға ниет білдірген бүлдіршіндер биылғы жылыда әдеттегідей 20-дан асып жығылады. Ендеше бүлдіршіндерге сәттілік тілей отырып, алар асуларың биік болсын дейміз. Нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра. Бір ғасырлық тарихы бар мына бір аспаптың құдіреттілігі соншалық, соңғы үйлескен қоңыр дыбысы құлақтан кіріп, бойыңды етпей қоймайды. Күй атасы Құрманғазы мен Дина әжемізден қалған асыл мұраны насихат етіп, қасиетті домбыраның қыр-сырына үйрететін домбыра бөлімі де мектебімізден орын алған. Алибаева Арай, Кемелбаева Мейрамкүл, Қожасағи Байдос ұстаздарымыз бастаған талантты шәкірттері ансамбль құрамында да жеке шығармашылық нөмірлермен де келі сахнаның сәнін келтіріп, жұртшылықты өз өнерлерімен тәнті етіп жүр.
жеткен жетістіктері де ауыз толтырып айтарлықтай. Искакова Әсем Алматы қаласындағы Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының түлегі. Рудный қаласында өткен жас күйші байқауының 3-ші орын иегері. Орал Гүлден жас музыканттардың 43-ші облыстық байқауының 2-ші орын иегері. 2-ші халықаралық жас вокалистер мен аспапта орындаушылардың фестиваль конкурсының 2-ші орын иегері. Сәбитбек Жансая Алматы қаласында өткен 15-ші республикалық Рауан фестиваль байқауының 2-ші дәрежелі лауреаты. Мен сенің қолыңмын жетелеген. Ән, саз, әуен. Бұл сөздерді естігенде көңілге бірден Балқадиша, әдемі қыз, Бозторғай сынды халық композиторларының терең сазды, назды әндері оралады. Ән десе алар тынысы бөлек Бибігүл Сұлтанова апайымыз бастаған күміс көмей әнші жастардың жеткен жетістіктері бір төбе. Санамасың әргенше тоқталмағын. Аңнан шықты бүгін қолым бұлап. Қашасын қиялдаған дәттің. Атап айтсақ, Ражанов Қанат, Қарекенова Диляра, Қабжалелова Айдана, Сапабеков Талғат, Оңдаған Жәуке, Динара Милахатова, Жоламанова Фариза, Әбдікәрім Мирас, Қапан Олжас, Мысыр Доспол, Жаңабай Алтынай. Расында, әнді әуелете айта алатын, бағалай алатын, одан жан дүниесінің сезімін көре алатын, сыршыл, сезімтал, сұлулықты сүйетін торғай өңірінің талантты жастары. Болат Хамзин атындағы өнер мектебінің мынадай аядай ғана бөлмесінен дәріс алып, үлкен сахнаға жол тартты. Ендеше вокал бөлімінің 1-ші сынып оқушыларына сәттілік серік болсын дейміз. Себебі Болат Хамзин атындағы өнер мектебі болашақ таланттарды іздейді. Сурет өнер туындысы, әрі тарих десек, суретшілік өміршең өнердің бірі. Суретші сол шексіз тарихтың бір сәтін ұзақ уақытқа тоқтата алған шебер. Суреттің өзі өмір деп тегін айтылмаған, тек суретші ғана бір сәтті қалт жібермей, қылқаламның ұшымен картинаға айналдыра алады екен. Сондықтан әрбір суретшінің бояуға толы әлемі әр сәттің, әр күннің куәсі, күнделігі іспетті. Бейнелеу өнері бөлімінде қазіргі таңда 40 шақты оқушы білім алуда. Оқушылар 4 жыл бойы кескіндеме, графика, мүсін, дизайн бағыттары бойынша өз практикалық дағдыларын шыңдап, мынадай керемет дүниелерді өз қолдарымен жасайды. Әр мереке сайын сурет көрмелері өткізіліп, жұртшылықтың алдына ұсынылады.
Бөлім түлегі Жәнібек Жапар Арқалық мемлекеттік педагогикалық институттың бейнелеу өнері және сызу мамандығы бойынша тәмамдап, қазіргі таңда елордамыз Астанадағы 3 тілде білім беретін мектептің мұғалімдік қызметін атқарады. Сейіткерей Малика облыстық үздік мамандық білім сайысы 3-ші орын. Ернар Қасымбек Арқалық мемлекеттік педагогикалық институтының бейнелеу өнері сызу мамандығының 1-ші курс студенті. Қазақтан шыққан тұңғыш суретші Қастеевтің жолын жалғаушылардың тізімін кімдер толтырар екен?